Түлкібас ауданының Жабағылы ауылында бізбен көршілес жап-жас ерлі-зайыпты Руслан мен Айман тұрып жатты. Бұл жаққа олар Қазығұрт ауданынан көшіп келген еді. Русланның әкесі сол кезде 80-ге келіп қалған қария еді. Анда-санда қонаққа келіп тұратын, өте ширақ кісі болатын. Өз ауылында молда болған. Бірде мен ол кісіден жалғыз балаңыз Русланды неге қолыңызда ұстамай басқа жаққа жібердіңіз деп сұрадым. Қария қиналыңқырап тұрып, қайтейін, ақыл есі кіргенше шетте жүрсін деген ниетпен өзім рұқсат еттім. Себебі ішкілікке бір табан жақын. Өзі гитарада тамаша ойнайды, бірақ жүрген жерін шу-шұрқан, төбелес етіп жүреді деді. Руслан құс фабрикасында электрик болып жұмыс істеді. Бір күні аздап ащы судан тартып алған ол жұмысшылар мінетін автобусқа мінбей үйіне төтесінен тартқан. Көктем кез ғой. Күн күркіреп, жауын жауып тұрған. Сөйтіп, электр бағанның жанынан өте бергенде Русланға жай түседі. Құдай ондағанда, оны сол маңда мал бағып жүрген малшы көріп қалып, жұмыс орнына хабар береді. Ондағылар дереу көлік тауып, аудандық ауруханаға жеткізеді. Қабылдау бөлімінде әрі-бері қараған дәрігерлер ешқандай тіршілік белгісі білінбеген соң, оны өлді деп мәйітханаға жөнелтеді. Русланның ауылына хабар жіберіледі. Ертесіне ГАЗ-53 көлігімен бір-екі ағайыны өлікті алып кетуге келеді. О тоба! Сот сарапшысы мен ағайыны мәйітханаға кірген бойда басын салбыратып, өз-өзіне келе алмай отырған Русланды көріп барлығы шошып кетеді. Дәрігерлер оны шұғыл жансақтау бөліміне жөнелтеді. Ауруханада бір аптада емделген соң Русланды үйіне қайтарады. Араға бір жұма уақыт салып, мен де оның көңілін сұрауға бардым. Келсем, баяғы Руслан жоқ, өңі құп-қу, әңгімесі де басқаша. Інім, қалың қалай, аман есенсің бе? Сауықтың ба дегенімде, аман саумын. Сол күні жұмысқа төтесінен бара салайын деп шыққанымда ғана білемін. Басқасы есімде жоқ деді. Одан әрі бір адамдардың ортасына түсіппін. Істеген істерімнің барлығын біреуі тізбектеп айтып берді. Мен болсам рас деп басымды изей бердім. Басында бөркі, аяғында етік, шапан киген біреуі қасыма келіп, бұл жақсы, иманды қарияның ұлы, үйіне қайтарайық. Атасының жолына түсіп, ел жұртқа шапағасы көп тептетін болады деді дағы, жанындағыларға қолын сермеген сол екен. Бәрі де бір сәтте көзден ғайып болды. Мені мәйітханадан қалай алып шыққандарында есімде жоқ. Дәрігерлер де ештеңе айтпады. Тек кетерде жақсы болдың. Найзағай оты жаныңа түсіп, есіңнен танып қалыпсың. Енді абай бол деп шығарып салды. Үйге келген соң, өзімнің танымастай өзгергенімді байқадым. Ешқашан арақ ішпеген адамдаймын. Қасиетті Құранның кейбір сүрелері аузыма өзінен өзі құйылды. Жақындарымның өмірі көз алдыма тізбектей берді. Бірінен бір естіп, науқастарды үйге келе бастады. Бірде Жамбыл қаласынан 50-ден асқан бір әскери адамды алып келді. Аяғын баса алмай 3 жыл жатыпты. Жұмыс бабымен келі жерден окоп қаздырыпты. Онысын өзі айтқан жоқ. Мен біліп тұрдым. Содан бір апта емделген соң өз аяғымен жүріп еліне қайтты. Аға, мына естің алдында тұрған су жаңа жүгелейді алғысын айтып тастап кетті. Мені білесіз ғой, көлік жүргізе алмаймын. Туысқан неме келіп алып кет деп айттым деді әлгі жігіт. Мен кетерімде одан болашағым туралы сұрадым. Ол, әй, жақсы көретін көкем-ай, сізде барлығы жақсы болады, бірақ келесі көктемде абай болыңыз. Бір қауіп бар деді. Оны есімнен шығарып алыппын. Бірде жұмыстан соң үйге қайтуға автобус күтіп тұрған едім. Жолдың арғы бетінен Нарғозды деген досым қол бұлғап шақырды. Оның ГАЗ-24 деген көлігі бар еді. Досыма жетейін деп арықтан аттай бергенімде аяғым тайып құлап түстім. Оң аяғым сәл ауырғандай болды. Елең қылған жоқпын. Үйге жетіп алайын деген оймен жүре бердім. Түннің бір уағында аяғым қақсап, маза бермей қойды. Содан сынықшы апайды үйге шақыртып алдық. Ол кісі әрі-бері қарап, бір шыбығымның шыққанын айтты. Қатты қағазбен аяғымды орап тастады. Ертесіне рентгенге түстім. Шынында да солай болған екен. Содан 49 күн дегенде жазылдым. Бұл кезде Русланды Атыраудан бір танысы келіп көшіріп әкеткен еді. Содан бері одан хабар үзіп қалдым. Мүмкін ол жақта жағдайы қазіргіден әлдеқайда жақсы шығар. Не болса да, қайда жүрсе де аман болсын, жақсы інім. Байғозы Әбілдаев, Тұрар Рысқұлов ауылы, Түлкібас ауданы, Оңтүстік Қазақстан облысы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.
келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.